кішкенесі. Көрсетші. Кішкенесі мен сөйлей тұрамын, что за даже басым ауырса мына жеріне бүйтіп кішкентай сүйкейін. Содан кейін мына мұрнымда гармонит сияқты бар тұғын. Қатты тастайтын болсам қанап кетеді. Одан кейін мына жерім ауыратын. Осыдан жақсы болды мен. Бір күндері кәдімгі уыс мұрнымнан қанды нәрселер түсті. Қандырың түсті. Осыдан жақсы болды мен содан постоянно маңқаланып, мұрным маңқалады, кәдімгі сөйлі, анау бір маңқау ұйқыдан жаңадан маңқаланып қала ғой, құды сондай ұқсап тұратұғым. Жаздың күндері қыста да аллергия бар тұғым менде. Мына ағаштар гүлдеген кезде менің сорым қайнай береді. Көзіме жас ағып, мұрнымнан су ағып, даже бір помидорды бүйтіп өз қолымнан жұлып аламайын мен. Сондай едім. Биыл Құдайға шүкір көктің арасында әдейі бүйтіп жүріп жатыр. Құдайға шүкір деп айтайын мінекей. Енді мен мына қыздарымның өздерін жетектеп жатырмын. Мына сөйле менің 3 рет операция болды қазір. Өтін алып тастады, бүйректі алып тастады қазір. Енді бауырында ошибка, одан кейін көзінде бар бұның. Қазір тізесі де ауырады. Ал үйінде күйеу бала менің. Ол 2 рет мелкий үйшікпанан ауырып жүрді. Сол кезде уже айттым, я сені осы сенің күйеуің үйсі тауған ба, бірнәрсе ғой сенің. Сен жоғы сапса ғой деп жүр. Қазір уже тілі байланып, сөйлеуі нашарлап, уже бас ауырады.